сен осы дәрігерге баяғыда апаруым керек еді. Анашым, ол қандай дәрігер? Дәрігер менің қай жерімді тексереді? Сөйлеме, көп сөзді қой. Жүр енді жылдамырақ. Ай, қолымды ауырттыңыз ғой. Сөйлеме, қарсыласпай жүр. Тентектікті қой. Үлкен жігіт болдың ғой. Ай, басым. Дәрігерге сосын барсақ қайтеді? Басынды да тексертеміз. Тіпті жақсы, жүр. Ай, ішім. Дәрігерге ертең барсақ қалай болады? Шыңды де тексертеміз қазір дәрігерге. Әне, жақын қалдық. Жүр енді. Маған ине сала ма? Әрине, менің тілімді алмасаң, айтқанымды істемесең, мына ине саған салам. Жарайды, онда айтқаныңыздың бәрін істеймін. Тек маған ине салмаңызшы, өтінем. Рас айтасың ба? Иә. Жарайды онда, көрейік. Ал батырым, мына көз пердесімен көзіңді жаба қой. Мен саған әріптер көрсетемін, сен соларға жауап бер. Дәрігер, 42 әріпті түгел көрсетіп шықсаңыз да болады. Жарайды. Мына қандай әріп? Б. На. Ш. Наушы. М. Нау. Ы. Н. М. Ш. Н. Сен барлық әріпті көріп танып тұрсың ғой. Дәрігер, сол көзін тексеріңізші. Иә, расында да оң көзі жақсы көреді екен ғой. Қанеке, сол көзіңе қой. Аха, ал бастадық. Дұрыстап айт, сен тексеріп жатыр ғой. Түр, қанша тексересіздер? 42 әріпті 10 рет айтып шықтым ғой. Жақсы, керемет. Балаңыздың денсаулығы жақсы, екі көзде жақсы көріп тұр. Әріптердің бәрін танып тұр ғой. Балам, сен ана тілде неге үш аласың? Сен әріптердің бәрін көріп танып тұрсың ғой. Сен неге менің тілімді алмайсың, а? Тыныш. Аға естіп қоймасын, ақырын сөйле.